Баршаңа сәлем, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сендермен 6 сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 39 беттегі тапсырмаларын бірге орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Тақырыбымыз A description of a wildlife photo. Сендерге бірінші мәтін берілген. Ең алдымен осы мәтінді оқып, аударып алайық, себебі алдағы тапсырмалар осы мәтінге байланысты болады. Red list animals, the orca. Қызыл тізімдегі жануарлар акула өлтіруші. The animals in this photo are orcas or killer whales. In fact, an orca isn't a whale, but a type of dolphin. Here they are swimming in a grove near the shore. Maybe they are hunting for seals. Жануарлардың суретіндегі орка немесе акула өлтірушілер. Шындығында акула өлтірушілер акула емес, дельфиннің бір түрі. Олар жағалаудың жанында топтасып жүзіп жүреді. Олар итбалықтарды аулауы да мүмкін. Orcas live in all of the world's oceans. They hunt and play in groves. They are aggressive and they usually eat fish, squid, and turtles. Females have one baby, called a calf, every 2 or 3 years. Оркалар әлемнің барлық мұхиттарында өмір сүреді. Олар азығын аулайды және топ болып ойнайды. Олар агрессивті болады және олар әдетте балық, кальмар, итбалық және теңіз тасбақаларымен қоректенеді. Аналықтарында әр 2-3 жыл сайын бұзау деп аталатын бір сәбилері болады. Orcas are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Some orcas are in danger because there is pollution in the sea. They also die in fishing nets. I think that it is important to protect these animals. Оркастар қызыл тізімге енген жануарлар. Себебі олар жоғалып кету қаупі бар жануарларға жатады. Көптеген оркастар қауіп үстінде тұр, себебі теңіздегі ластану бар. Олар сондай-ақ балық аулайтын торларда өліп қалады. Мен бұл жануарларды қорғау маңызды деп ойлаймын. Міне оқушылар тексті толық аударып шықтық. Енді жаттығуларға көшейік. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Мәтінді оқы және сұрақтарға жауап бер. Бұл жерде осы мәтінге байланысты бірнеше сұрақтар берілген. Соларға дұрыс жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ. Which paragraph describes the life and the habitat of the orca? Which describes a problem? Қай абзацта орканың тіршілігі мен мекендеу ортасын сипаттайды және қайсы мәселені сипаттайды деп сұрап тұр. Біздің дұрыс жауабымыз Second paragraph describes the life and habitat. Екінші параграфта тіршілігі мен мекендеу ортасы сипатталған. Екіншісі Do orcas live in groves? Оркастар топ болып өмір сүреді ме? Жауабымыз Yes, orcas live in groves. Я, оркастар топ болып өмір сүреді. Келесі, үшінші сұрағымыз. What do orcas eat? Оркастар не жейді? Немен қоректенеді, яғни? Orcas eat fish, squid, seals, and turtles. Оркастар балық, кальмар, итбалықтар мен теңіз тасбақаларын жейді. Төртінші сұрағымыз. How often do females have calves? Аналықтардың бұзаушалары қаншалықты жиі болады? Жауабымыз Females have calves once every 2 to 3 years. Аналықтардың бұзаулары бір жылда 2-3 болады. Келесі, бесінші сұрағымыз. Why are they becoming extinct? Неге олар жойылғалы тұр? They are in danger because there is pollution in the sea. Also, they die in fishing nets. Олар жойылып кету қаупінде тұр, себебі
Теңізде ластану бар, сондай-ақ олар балық ұстайтын торларда да өліп қалып жатады. Міне оқушылар, бұл бірінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі, екінші тапсырма. Exercise 2. Language point because. Match sentences from 1 to 6. From A to F. Combine the sentences using because. Төменде берілген 1-ден 6-ға дейінгі сөйлемдерді A-дан F-ке дейінгі берілген сөйлемдермен because жалғау арқылы дұрыс сәйкестендіру керек. Екі жақты біріктіргенде толық бір сөйлем шығады. Бірінші, orcas are in danger because there is pollution in the sea. Дұрыс жауабымыз C, вариантымыз C. Оркастар қауіп үстінде тұр, себебі теңізде ластану бар. Екіншісі, they are hunting because they are hungry. Дұрыс жауабымыз E. Олар аулап жейді, өйткені олар қарны аш. Үшінші, I don't swim because I don't like being in water. Дұрыс жауабымыз G. Мен жүзбеймін, себебі маған суда жүрген ұнамайды. Келесі, төртіншісі, she is having a good time because she is at the aquarium. Дұрыс жауабымыз F. Ол уақытын жақсы өткізіп жатыр, себебі ол аквариумның ішінде. Келесі, бесінші сұрағымыз. He is running because he is late. Дұрыс жауабымыз B. Ол жүгіріп жатыр, өйткені ол кешігіп бара жатыр. Алтыншысы. They are hiding because they are scared. Дұрыс жауабымыз D. Олар тығылып жатыр, өйткені олар қорқып қалды. Міне оқушылар, бұл екінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі, үшінші жаттығу. Exercise 3. Match the key phrases from A to E with paragraphs from 1 to 3 in exercise 1. Төменде key phrases, яғни кілттік фразалар берілген. A-дан E-ға дейінгі сөйлемдердегі түсіп қалған бос орындар толтыруымыз керек. Бірінші жаттығудағы мәтіннің сөйлемдерімен сәйкестендіріп толтыруымыз керек. Мағынасына қарай толтырамыз. Біріншісі, A. Females have one baby called a calf every 2 or 3 years. Келесі, B. Orcas live in all of the world's oceans. Келесі, C. Here they are swimming in a grove near the shore. Келесі, D. Orcas are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Келесі, E. The animals in this photo are orcas or killer whale. Осымен оқушылар, үшінші тапсырманың дұрыс жауаптарын аяқтаймыз. Келесі, төртінші тапсырма. Exercise 4. Follow the steps in the writing guide. Бұл тапсырмада бірінші жаттығудағы мәтін секілді етіп, бір мәтін жазып шығуымыз керек. The polar bear туралы төменде қарасаңдар, мәтінге қажетті ақпараттар берілген. Өздерің бірінші мәтінді құрастырып көріңдер. Ал мен өзім жауабымды көрсетейін. Animal in this photo is a polar bear. It is on the ice. Maybe it's hunting seals. Polar bears live in the Arctic. They don't hunt in groves. They are aggressive and they can swim and usually eat fish and seals. Females give birth to 2 cubs every 4-5 years. Polar bears are listed in the Red Book because they are threatened with extinction. Some bears die because of sea pollution and because of melting ice. I think it's important to protect these animals.
Міне оқушылар, 4-ші жаттығуға жауапты жазып шықтым. Осымен 39-ші беттегі тапсырманың бәрін аяқтадық. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.